Армысыздар қадірлі достар. Біздің каналға жазылдыңыз ба? Жазылмасаңыз подписаться мәзірін басып, видеоға лайк басуды ұмытпаңыз. Бүгінгі әңгімеде өзінің тамылжыған даусымен миллиондаған жұртшылықтың таңданысын тудырып, қазақтың атын айдай әлемге паш еткен талантты әнші, отандасымыз Димаш Құдайбергенді сөз қылмақпыз. Соңына дейін көріңіз, себебі видеоның соңында ең қызықтысы күтіп тұр. Ал бастаймыз. Димаш ата-анасының емес, ата-әжесінің тәрбиесімен өскен. Қазақы салт-дәстүрді дәріптеп құрмет тұтады. Өз ата-анасын аға апай деп атайды. 5 жасынан бастап фортепианода ойнауды үйренген. Балалар хорында ән айтқан. Сіздер білесіздер ме? Димаш айналайын, Балдәурен, Астанада өткен Жас қанат және басқа да халықаралық музыкалық байқауларға қатысқан. Әр байқауда Димаштың дарыны жоғары бағаланады. 2014 жылы Димаш Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық колледжде академиялық ән орындау сыныбын тәмамдады. Димаштың әкесі Қанат Айтбаев, облыстық филармонияның басшысы. Анасы Светлана Айтбаева, облыстық мәслихат депутаты. Димаштың ата-әжелері де музыкалық адамдар. Бірі домбырада ойнаса, екіншісінің ән айтуға бейімі бар. Димаштың кіндік әкесі Ұлықпан Жолдасов, ал кіндік анасы Айған Жолдасова. Димаш үйінің тұңғышы. Одан өзге Раушан және Әбілмансұр есімді қандасы мен інісі бар. Ең алғашқы бейнебаяны Дайдидау әніне түсірілген. Димаштың дауысы ең сирек кездесетін дауыстардың бірі. Ең жоғарғы ноталарды алатын контратенор. Димаш Американо білім орталығында ағылшын тілін оқыған. Содан да болар ағылшын тіліндегі әндерді еркін айтады. Әнші бала кезінде өте қиялшыл болған. Өзге балалар мультфильм кейіпкерлерінің суреттерін, көліктерді салып жатса, ол микрофонды және өзінің сахнада тұрған суреттерін салған. Димаш Құдайбергеннің I'm Singer ән байқауының бірінші кезеңінде киген сахналық киімі 158.890 юанға, яғни 7.200.000 теңге сатылды. Бұрынырақта Димаш әртүрлі шетелдердегі байқауларға қатысуға қатты асығатын. Оған басты себеп салыққа бармау. Бүгінде ол арманы орындалды деуге болады. Қытайдың Weibo желісінде Димаш Құдайберген туралы 84 мың ақпарат жарияланып, оқылым саны 3 миллиард 640 миллионға жеткен. Ал қадірлі достар, жерлесіміз, жарқын жұлдызымыз Димаш Құдайберген жайлы берген мәліметіміз ұнады ма? Ұнаса видеоға лайк басып, каналымызға жазылуды ұмытпаңыз.